Мұхаммед пайғамбардың 4-ші қатқа көтерілуі. Бісміллә деп бұл қатқа да аяқ басты. 4-ші қатта да пайғамбарды қисапсыз періштелер күтіп алды. Жәбірейіл мұнда жер бетіндегі ауа райы орналасқан. Оларды Алланың қалауымен Ысрапыл періште реттеп тұр деді. Ол жерде денесінің жартысы оттан, жартысы қардан жаралған періштені көрді. Жәбірейіл мұның есімі Рағыт. Ол найзағай ойнатып жай түсіреді. Бұлттарды ерсілі-қарсылы айдайды. Қай жұрт тасаттық берсе, сол жерге жаңбыр жаудырады. Сараң елге қуаңшылық жібереді. Онда ел жұтқа жиі ұшырайды деді. Рағыт пайғамбарды көргенде құшақ жая, сізбен дидарласу бізге үлкен бақыт деп құрмет көрсетті. Ол пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламға 4-ші қатта орналасқан маусым мезгілдерін көрсетті. Жел, жаңбыр, боран, дауыл тұрғызатын періштелердің қызметімен таныстырды. Бұл аспан қатында үлкен бір дария ағып жатты. Рағыт бұл өмір суы. Ысрапыл сүрілгенде бұл дарияның суы көкке көтеріледі. Ол нөсерге айналып жерге жауады. Ат тұяғындай жерден 70 000 адам тіріледі деді. Пайғамбар сонда жерде адам денесі жерленбеген бос орын бар ма деп сұрады. Рағыт әлемді билеген Ескендір патша әскеріне мен өлген соң денемді адам аяғы тимеген жаңа мекенге жерле деп әмір етті. Әскері жер тарапта іздеп, ондай жер таппады. Бәрі ақылдаса келе Қап тауының шыңына жерлейік. Оған пері болмаса адамның табаны жеткен жоқ деп Қап тауына шықты. Тоңмызы жарып Ескендірді жерледі. Бірақ Ескендір тар лақатқа жайғасқан соң қасында жатқан 500 Ескендірді көріпті. Тіпті мұхиттың түбінде де бос орын жоқ. Нұқтан бұрында, одан кейінде теңізде опат болғандардың денелері су астында қабат-қабат болып жатыр деді. Пайғамбар Тәңір Тағаланың құдіретіне таң қалып жүріп кетті. 4-ші көкте Мұхаммед саллаллаху алейхи уассалам пайғамбарға Дәуіт, Сүлеймен, Ғайса пайғамбарлар келіп сәлем берді. Ей, ақырдың пайғамбары, біз қияметке дейін сенімен бір сұхбаттасуға зар едік деп қуанысты. Олар ұзақ сұхбат құрды. Дәуіт пен Сүлеймен өз дәуірі жайлы айтып берді. Сүлеймен Әл-Ақса мешітін жындарға қалай тұрғызғанын баяндады. Мұхаммед пайғамбар оларды сүйсініп тыңдады. Олар да Мұхаммедтің мінез-құлқына ғашық болып тамсанып қалды. Жәбірейіл, әй Мұхаммед, барлық пайғамбар өмірде елші болғаннан гөрі сенің үмбетің болуды аңсаған. Солардың ішінде Ғайсаның ғана тілегі қабыл болды. Ол 4-ші көкте ғұмыр кешеді. Мерзімі келгенде көктен түсіп, елге тура жол нұсқайды. Сенің үмбетіңнен болады деді. Ғайса сол сәтте калима шахадат айтты. Мұхаммед саллаллаху алейхи уассалам оны құшақтап екеуі төс қағыстырды. Жәбірейіл мен Мұхаммед пайғамбар сапарын жалғай берді. Пайғамбар жолдың екі жағында самсап тұрған шамдарға тамсана қарап келе жатып, бір ғажайып періштелерді көзі шалды. Әр періштенің 70 000 басы, әр басында 70 аузы, әр аузында 70 000 тілі бар екен. Пайғамбар періштенің жаратылысына таң қалып, таңдай қақты. Сонда Жәбірейіл, бұлар жақсылықтың періштелері. Жер жаралғалы Алланы пәктеп ұлықтап тұр деді. Пайғамбар періштелермен сәлемдесті. Олар құйқылжыта шырқап тұрған зікір әуенін тоқтатпастан пайғамбармен сәлемдесті. Періштелер, ей Алланың хабибісі, сенің нұрлы дидарыңды көру бізге арман еді. Біздің тілек Алла алдында қашанда қабыл, не тілейсің деді. Сонда пайғамбар, үмбетім бірінің қамын бір ойласын, бір жүрек, бір тілекте болсын деді. Періштелер жамырап, біз тіледік, Алла қабыл етті. Сен нағыз үмбетің ғана өзгенің қамын жейтін салих болады. Оларды сол қасиетінен танисың деді. Пайғамбар бұл жауапқа риза болды. Жақсылық періштелермен қоштасып, ілгері жылжи түсті. Алдынан тағы да бір топ періште көрінді. Олардың да саны 70 000 екен. Әрбірінің 1000 басы, әр басында 1000 көз орналасыпты. Сонда Жәбірейіл, бұлар есепшілер, әуелден ақырға дейін жауатын жаңбырдың санын біледі деді де, қияметке дейін түсетін жаңбыр тамшысын есептеңдер деді.
Олар кірпік қаққанша санап берді. Жәбірейіл, ал енді жер бетіндегі құмның санын айтыңдар деді. Періштелер оны да сол заматта санап шықты. Жәбірейіл енді мұхиттың тамшысын сұрады. Оның санын да лезде айтты. Пайғамбар олардың жүйріктігіне таң қалып, бұлардың есептей алмайтын заты бола ма деді. Сонда Жәбірейіл, иә, бар деп жауап берді. Бұлар науқастың көңілін сұраған ақ жүректің, кедейге қарасқан ауқатты кісінің, жаназаға қатысқан мұсылманның, отау құрған екі жастың қуанышын бөліскен момынның, жетімнің басынан сипаған жесірдің, жоғына қарасқан адал адамның, әрі басқан қадамына жазылған сауаптың санын біле алмай арманда кетеді. Қайырлы істің сауабы жаратқанға ғана мәлім деді. 70.000 періште тағы көрінді. Олардың да әрқайсының 70.000 басы бар екен. Бір басында 70.000 құлақ, әрі құлағында 70.000 есту түйсігі бар екен. Жәбірейіл бұл ақпарат періштелері. Бұлар қыбыр еткен қоңыздың, қанат қаққан көбелектің сусылын естіп отырады деді. Пайғамбар сонда, бұлардың естімейтін заты бар ма деді. Әлбетте бар. Олар адамның өсек қайбаттарын ести алмайды. Құдайдың құдіретімен өсек аяң бұларға жетпейді. Егер жетсе, өсектің салмағы құлақтарына зіл болып батады. Құлағы ауырған соң өсекшіні қарғайды. Бұлардың қарғысы зая кетпейді деді. Пайғамбар Алланың шексіз мейіріміне риза болып сапарын жалғады. Пырақпен зулап отырып, бір үлкен ұйыққа келді. Сасық иіс мүңк етіп қолқаны қапты. Пайғамбар, бұл не қылған сасық иіс деді. Жәбірейіл сонда, бұл нәжістің иісі. Мұнда сараңның бірі Қарынбай өмір сүреді. Пайғамбар Мұса Кәлимолланың інісі Қарынбай туралы білуші еді. Ұжынаған шыбын шіркейдің арасында нәжіске батып бір месқарын отыр екен. Үстінің бәрі сатпақ. Астындағы нәжісті шыбын шіркейден қорғап әлек. Қарынның үлкендігі сонша орнынан тұра алмайды. Еңбектеп қана жылжиды. Екі жағына аунап түсіп қана орнын ауыстырады. Пайғамбар жиіркеніп, кері шегінбек болып еді. Жәбірейіл, ей Мұхаммед, сен сасық иістен қашасың. Бұл дүние мүліктің иісі. Пәни жалғанда мал мүлік, зәулім сарай, алтын күміс, тәтті қымбат болып көрінгенмен, бақида нәжістен айырмасы болмайды. Ар иманды малға сатқандар қияметте Қарынбайдың қауыбына тіреледі. Сонда пайғамбар шошып кетіп, ей Алла, үмбетімді дүние қоңыз болудан сақтағайсың деп дұға жасап ілгері аттады. Бұл кезде олар 5-ші қатқа келген еді.